Мен Әбдінәбиева Ақмарал Қалмаханқызы, Түркістан облысының азаматтық айланыс заң тұлғалар қауымдастық бірлестігінің атқарушы директорымын. Жеке өмірімде 5 баланың анасымын. Жалпы өмірлік жолымды қоғамдық қызметке, жастар саясатын қалыптастыруға, азаматтық қоғамды дамытуға бағыттадым. Әйел ретінде де, көшбасшы ретінде де қоғамға пайдалы болу өмірлік міндетім деп санаймын. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыра отырып, ауылдық аймақтағы халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған бастамаларды іске асырудамын. Жалпы менің тәжірибем мен жауапкершілігім дәл осы бағдарламаны оқуға лайық екенімді дәлелдейді. 2011 жылдан бастап мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеп келемін. 2021 жылдан бастап Түркістан облысының азаматтық айланысында еңбек етіп, бүгінгі күнде атқарушы директор қызметін ойдағыдай атқарып келемін. Атқарылған қоғамдық жұмыстарымды айтар болсам, Қызылкөпір ауылында спорттық алаңшар салдым. Жастардың денсаулығын нығайту мақсатында. Бұл атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы да жоба аясында болды. Сонымен қоса, Екпінді ауылының Өркениет көшесінде күн энергиясынан жарық алатын үлкен бағдаршамдар орнатылды көшеге. Тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру мақсатында. Менің осы бағдарламаға лайық болған жобам әйелдерді қолдау мақсатында дені сау әйел, дені сау ұрпақ кепілі атты жобам болды. Әйелдердің салауатты өмір салтын нығайту мақсатында туу көрсеткіші көп Түркістан облысының әйелдеріне бұл жоба өте пайдалы. Себебі жүктілікке дейін де адам әйел баласы күйзеліске ұшырайды. Сол күйзелісті кетіретін спорттық жаттығуларға толы болған жақсы орталық болды. Қоғамға өлшеусіз пайдасын тигізді десем де болады. Сонымен қоса, мәдени мұраны қорғау жобасы аясында ұрпағымыздың бойына тарихи құндылығымызды терең сіңіру мақсатында волонтерларды жинай отырып, киелі мекендерімізге ағарту, тазалық жұмыстарын жүргіздім. Менің мақсатым Қазақстандағы азаматтық қоғамды дамытуға, әйелдердің көшбасшылық әлеуетін арттыруға және жастардың ел дамуына белсенді араласуына ықпал ету. Саясаттағы әйел көшбасшыларының рөлін күшейту арқылы қоғамдағы тең мүмкіндікті кеңейтуге үлес қосуды қалаймын. Бұл бағдарлама мен үшін тек жеке кәсіби даму ғана емес. Бағдарлама барысында алған білімімді және тәжірибемді Түркістан облысында ғана емес, еліміздің өзге өңірлерінде де таратып, жаңа жобаларды жүзеге асыруға қолданамын. Бұл партия үшін жаңа көшбасшыларды қалыптастыруға, ел үшін азаматтық қоғамды нығайтуға, әйелдердің саясаттағы үлесін арттыруға жол ашады. Ауылдан шыққан қара көз қыздарыңыз, 5 баланың анасы, өз еңбегімен талай белестерді бағындырған мына маған әйел азаматының көшін бастауға үлкен мүмкіндік. Назарларыңызға рахмет.